Кім қанша айдады? Елге дизель мен газ неге жетпей жатыр? Тимур Құлыбаев пен оған қызмет етіп жүргендер кім? Бүгін Қазақстан мұнайы мен газына ел кеткендер туралы құнды деректер айтамыз. Арма әлеумет, бұл ел дауысы, студияда мен Әрі Бәли. Ресми деректерге сүйенсек, Қазақстанда 200-ден астам мұнай-газ кен орындары бар екен. Мұнай қоры 11-12 миллиард тоннаны құрайтын еліміз қара алтын көлемі бойынша әлемнің 15 ірі мемлекетінің қатарына кіреді. Осы жағынан алсақ, қара алтын қазақтың құты десек болады, иә? Бірақ оған елі кететіндердің арасында қараша халықпен ісі жоқ, өзіміздің бай бағландар екенін білгенде, бұл құт емес жұт секілді көрінеді. Бұған дейін ел медиадағы әріптестеріміз 2 қазандағы шыққан бағдарламада мұнайлы елдің болашағына қатысты зерттеулер ұсынған еді. Бұл шығарылымды Қазақстанның флагманына айналған Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы мен жалпы елдегі мұнай өнеркәсібіне Назарбаевтың күйеу баласы Тимур Құлыбаев және оған жақын адамдары пәрменін қалай жүргізіп жатқаны туралы ащы шындық айтылды. Осы тақырып төңірегінде бейнематериал бар, көріп алайық. Қазақстан көгілдір отын мен мұнайға бай ел болса да, энергетикалық тапшылық күн сайын көкейкесті мәселе болып отыр. Жер қойнауындағы байлықтың игерілуі қаржылық және техникалық қиындықтармен шектеледі. Бұл өз кезегінде елдегі жанар жағармай тапшылығын арттырып отыр. Жаңарқа ауданындағы автогаз тапшылығы жүргізушілердің шыдамын тауысты. Еліміздегі бұқаралық ақпарат құралдары мәліметінше, көгілдір отынға қол жеткізе алмай жүрген азаматтар 1 айдан бері ұзын сонар кезекте тұр. Газовый коллапс, только газойль есть газ. Смотрите, очередь какая, а? Вон моя машина, вон там очередь. Вот такие дела. Прикольно, да? Вот. По всему Казахстану, что с газом, ребята, творится, а? Надо решить вопрос с газом. Газовики, вы что там? Опять цену хотите поднять? Сонымен қатар дизель тапшылығы да маңызды мәселеге айналған. Энергетика министрлігі осыған дейін 2030 жылға қарай бензин мен дизель отынының тапшылығы күшейетінін айтқан. Деректер бойынша бензин тапшылығы 1,7 миллион тоннаға, дизель отыны 2 миллионнан 4 миллион тоннаға дейін жетуі мүмкін. Инсайдерлік ақпарат көздерінің айтуынша Қазмұнайгаз компаниясы құрылымына мұнай маркетингі және өткізу департаментінің директоры қызметіне жуырда тағайындалған Айбек Нұрбековтің лауазымына алаңдаушылық білдіреді. Енді бұл орын жай май шелпей орын емес, ұлттық компаниядағы мен деген, яғни стратегиялық қызмет. Нұрбековтің Тимур Құлыбаев, Данияр Әбілғазинмен тікелей байланысы бар айтылып жатыр. Осы және Құлыбаев-Әбілғазин дуэтінің мұнайгаз саласындағы былықтарын талқылаймыз. Осы және өзге де сұрақтардың жауабын білу үшін дәл қазір экономист маманмен тікелей байланысқа шығамыз. Жаңа Қазақстан дейміз ғой, бірақ осы мұнай-газ саласындағы жауапты міндеттерге бұрынғы нақтырақ айтсақ, Назарбаевтың отбасына жақын адамдар алынып жатыр деген инсайдерлік ақпарат көздері бар. Бұл тұста ескіден қалай құтыламыз, әлде ескіліктің адамдарынсыз сөнбей ме? Енді өзі жалпы мен жеке басым, анау ескі Қазақстан, мынау жаңа Қазақстан деген сөзге оншалықты маған ұнамайды, шынымды айтсам. Себебі Қазақстан біреу. Яғни алдыңғы кезде сәл тәртіп басқаша болды, енді басқа тәртіп орнатайық деген сөз. Сондықтан Қазақстанымыз бір. Ал енді мамандардың жұмыс істеуіне қарасайды. Егер де ол маман сол жаңағы алдыңғы әкімшілік кезінде де, одан кейін де егер де жақсы жұмыс істеп, өзінің нәтижелі жұмыс істейтін болса, оған құба-құп. Себебі біз корабльде емеспіз ғой, егер де жаман адамдарды жаңағы борттан тастап жіберіп, океанға шөктіріп жіберетін. Бізде, егер де ол қылмыс жасаған болса, оны жауапқа тарту керек. Бізде ондай істер болып жатыр, білесіздер. Ал егер де оның бойында ешқандай бір қылмыс жоқ болып, жаңағы олигархтық, я болмасам бір жемқорлық жағдайы жоқ болса, істей берсін. Неге? Бізде мәселені сол кезде істегенбіз, қазір де істейміз. Енді айтса, сен ескі Қазақстан адамсың, енді біз жаңадан келдік деп, бізді де қуып шығарып жібере ме? Ондай нәрсе жоқ. Сондықтан меніңше бұл сұрау концептуалдық дұрыс емес. Яғни мамандар жұмыс істеуі қажет, бірақ жүйені өзгерту керек екеніне мен тола қосыламын. Яғни жемқорлық, жаңағы мемлекеттік меншікте көп болу, осы мұнай-газ саласындағы халықтың үлесін бір 162 адам дейді ғой, 162 семьяның қалтасына ауруына мен қарсымын. Әрине мұны тоқтату керек.
Мұнайгаз өнеркәсібінде Құлыбаевтан өзге шалқып өмір сүріп жатқан қазақстандықтар аз емес шығар. Кімдерді нақты айталар едіңіз? Иә, мен осыған жаңа айттым ғой, біреудің мынау шалқып өмір сүріп жатыр, мынау бүйтіп жатыр деу үшін оның соттың шешімі керек. Мәселен, жаңағы сендер айтқан фамилия Құлыбаев деп атсыңдар ғой, ол да Қазақстанның бір үлкен бизнесмені. Мүмкін әділетті жолмен, егерде қайсы бір жүйеде әділетсіз жасаған болса, оның арқасына іздейтін адамы, жауап беретін адамдар бар. Олар айту керек, мына жерде әділетсіздік болды, мына жерінде дұрыс істемеді деп. Кейін оны біздің сол кездегі заңнамалармен, бүгінгі заңнамалармен қарап көру керек. Себебі, неге мен мынандай сол кездегі заңнама, бұл кездегі заңнама деймін да, Қазақстан біреу. Бірақ тәртіп, заңнама азғантай өзгеріп тұрды. Неге? Себебі 90-95 жылдарда бұлай қазақшалап жөндеп айтқанда ит егесін танымайтын кез болды. Сол кезде көп осы кәсіпорындарды ұстап қалу, олардың жұмысын қамтамасыз ету мәселесі өте күрделі болады. Я болмаса, мына үлкен мәселен жаңағы Алматы мата, қағаз мата комбинат сияқты, станка құрылыс заводтары сияқты я құрдымға кетуі мүмкін еді, я болмасам қандай да бір олигархтың, қандай да бір күштердің сол кездегі көмегімен ол сала, ол өнеркәсіп дамуы мүмкін еді. Сондықтан олардың сол өнеркәсіптің дамып, жаңағы бүгінгі күнде Қазақстанның экономикасы жұмыс істеп жатқанына уақып дедік. Сол кезде, мүмкін ол кезде бүгінгі заңнамалар ол дұрыс емес шығар. Бірақ біз екі рет 2010-2014 жылдарда легализация деген жасадық, яғни заңдастыруды істедік. Осы заңдастыру кезден кейін және қайтадан біреудің арқасынан жаңа шара қалып қою меніңше оншалықты сәл дұрыс емес. Қарап көру керек. Бірақ мен қайтадан айтамын, егер де ол бір қылмыс жасап, рейдерлік қылып, біреудің бизнесін тартып алған болса, уақып бізде ондай жағдайлар міне көрініп жатыр, сотқа шығып жатыр, қайтадан басқа егелерін тауып жатыр. Мәселе осыда. Жалпы мұнай өнеркәсібін жекешелендіру ісінде Назарбаев қандай ағаттық жіберді деп ойлайсыз? Меніңше, анау айтқан үлкен ағаттық жоқ. Неге? Себебі растан да біздің сол жаңағы 95 жылдардағы қаржымыз жоқ кезінде шетелдік инвесторларды кіргізу бұл өте дұрыс іс болды. Сондықтан мына Теңізшевройл, Қарашығанақ, басқа да шетелдік инвесторлар, қытайлықтар, Ақтөбе кіріп келді. Олар өздерінің жұмысын сол кездегі заңнама жүйесінде бүгінгі талаптарға сай жұмыс істеп жатыр. Олар өте үлкен салық төлеп жатыр, жұмысшыларымызға жалақы төлеп жатыр, және біздің сол қолымыздан келмеген инвестициялық жобаларды жүзеге асырып жатыр. Әрине, кейбір кездерде мынау Қазақстан металлургия заводы, ArcelorMittal сияқты келеңсіз жағдайлар да болды. Міне оны да жолға салдық деп есептесек болады. Сондай жағдайларды ақырын турлау мәселесі бар. Мәселен, мен Қашағанды өте жақсы білем. Сол біздің мен Өзбекстаннан Қазақстанға келген кезде басталған нәрсе еді. 2004-2006 жылдарда біздің үлесіміз бар болғаны 8% еді. Біздің қолымыздан келмейді 5000 метр жерден, яғни 5 километрден мұнай алып шығу өте қиын деп, бізді Қазақстан тек қана 8%-ын, қалған 92%-ын шетелдік консорциумға берген еді. Бірақ кейін сәл өзді ойлап көрдік та, өзімізге бір 18-19%-ын қайтарып алдық. Енді кейбіреулер ренжіді. Мен ойлаймын, осындай сол кездегі жағдай бойынша дұрыс жұмыс істелді. Енді қазірше бізде бір 25-30% Қазақстанның үлесінде. Әрине 100% шетелдікке беріп қойғаннан гөрі өзіміздің Қазақмұнайгаздың үлесі болып, ол жаңағы технологиялық, болмаса басқа да бір әлеуметтік жобаларды жүзеге асыру бойынша бізге керек. Сондықтан мен бұл жерде қателік болды деп есептемеймін. Елде отын тапшылығы, әсіресе автогаз проблемалары бұл қолдан жасалып жатыр деген пікір бар. Бұған алып қосарыңыз бар ма? Бұл өте күрделі мәселе. Бізде мынандай бір кеңес дәуірінен қалған сәл шешілмеген мәселе бар. Не? Өте арзан баға қою. Арзан баға қою біздің биліктегілерге, олигархтар дейміз ғой, соларға үш түрлі пайда береді. Неге? Бірінші, сол жаңағы отын, жаңағы бензин, я болмасам жаңағы газды арзан қойғаннан кейін ол дефицит болады, тапшылық болады. Соны тапшылықты орын толтыру үшін мемлекеттен, бюджеттен өте үлкен ақша сұрайды. Қараңыздар, бұл бюджет, жаңағы шетелдік компаниялар мемлекетке салық төлейді.
біздің Қазақстанның кейбір сондай жаңағы арзан жаңылғы шығаратын жолы деп мемлекеттен бюджеттен ақша алады. Сонда ол жаңағы бірінші сол бюджеттен ақша алып жатыр. Екінші, біздегі жаңағы сол газ жаңылғы болсын, бензин жаңылғысы болсын, өте арзан болғаннан кейін мына көрші мемлекеттерде 1,5-2 есе қымбат. Өзбекстанның өзінде, Қырғызстанның өзінде, бізден кедей мемлекеттер ғой, енді ашық айту керек. Ресей енді бізбен қатар, сонда да 1,5 есе оларда баға қымбатырақ. Оларға соның өзіндік құнына, яғни қымбатқа шығарып жатыр, сатылып жатыр. Ал соны біздің жаңағы кеден, біздің биліктің қолында, соны өте көп көлемде сыртқа шығарып жатыр. Яғни бізден арзан алады, бюджеттен ақша алады, және көрші мемлекеттерге сатып пайда көреді. Көзіңіздер ме, 2 рет пайда көріп жатыр. Үшіншісі, енді былай жайық, мынау кеңес дәуіріндегі бір келеңсіз жүйе бар. Кім көп жағады бензинді? Жаңағы үйінде 5-6 жаңағы джиптері бар олигархтар жағады ма? Жоқ, қарапайым жаңағы бір кішкентай ғана көлігі бар адам жағады ма? Әрине анау үлкен адамдар көбірек жағады. Бірақ ол сол арзан халыққа деген нәрседен пайдаланады. Сондықтан 3 түрлі пайдадан олар ажырағысы келместен бағаны төмен ұстап тұр. Ал баға негізінде өзіндік құнмен нарықтық заңға өту керек. Мынандай халықтың қиналған бөлігі бізде бар болғаны 1-1,5 миллион, яғни бір 10-15% дейгі. Оларға атаулы әлеуметтік жәрдем, көбірек жәрдем беруіміз керек. Бағаны төмен ұстату керек емес. Бағаны төмен ұстатсаң, жаңағыда мен айтқан жемқорлыққа, коррупцияға алып келеді. Ал егерде оны өзіндік құнына өткізіп, кейін жаңағы одан түскен табыс көбірек түседі ғой. Баға қымбат болғаннан кейін жаңа кәсіпорындар көбірек салық төлейді, жалақын көбірек төлейді, әлеуметтік бағдарламалар жүзеге асырады. Сөйтіп, одан түскен, бюджетке түскен ақшаны біз жаңағы осал жандарға, мұқтаж жандарға жәрдем беруіміз керек. Тағы бір сауалымыз бар. Қазақстан экономикасындағы мұнай-газ секторының үлесі бір жылда 3,3%-ға төмендепті. Бұл туралы Ұлттық статистика бюросының ай сайынғы дерегінде жазылған. Дегенмен мемлекет осы саланы қолдауға ақша аяп жатқан жоқ. Десек те экономистер Қазақстан ұлттық экономикасын дамытуға аз қаржы жұмсалып жатыр деген пікірде. Бұған қатысты сіздің ойыңыз қандай? Әрине кіреді. Енді бұл жерде бір сәл шешілмеген мәселе мынандай. Біздің бүгінгі күндегі статистикалық дерек бойынша мұнай-газ саласы жалпы ішкі өнімнің 17%. Бірақ ол валюта түсімінің 60%-ын, бюджеттің 40%-ын беріп тұр. Сондықтан бұл өте күрделі сала деп есептелінеді. Сондықтан жаңағы сұрау бойынша, егерде біз сол мұнай саласына дағы, бірінші мен мына статистикалық деректі жайына келтіріп алайын. Растанда біздің басқа салаларымыздың дамуы нәтижесінде, әсіресе мына қызметтер, транспорттық қызметтер, құрылыс қызметтері, қаржылық қызметтер, білім саласы, медицина саласы қатты дамып жатқан үшін, логистика дейміз ғой, сондықтан жаңағы өндіру, товар өндіру саласының үлесі азайып кетіп жатыр. Бүгінгі күнде біздің товар өндіру саласы бір 37-38%, ал 60-62% қызметтер. Сондықтан мұнай-газ саласының үлесі 3%-ға түсті дегені бұл дұрыс. Енді бұл мұнайдың өндіруі азайып кетті деген емес. Жалпы басқа салалар өсіп жатыр деген сөз. Бұл бірінші. Екінші, осы салаға бұл біздің жаңағы мен айтқандай 17-18% болғанымен валютаның бір 60%-ын, бюджеттің бір 40%-ын беріп тұрған үшін бұл салаға біз өте көп жаңағы мына мәселен жаңа бұрғылау дейді ғой, разведка сияқты, жаңағы ғылыми өсім сияқты, ғылыми ізденістер мәселесінде осыған мемлекет жәрдем беру керек. Егерде біз оны жәрдем бермесек, шетелдік инвесторлар келіп, сол жаңағы разведка, бұрғылау мәселелерімен ұзақ уақыт шұғылдана бермейді. Олар дайын сол жаңағы мұнай газдың кеніштеріне келеді. Біз ол жұмыстарға бюджеттен қаржы береміз. Ол бүтін дүниежүзілік тәжірибе. Енді әрине көп мынандай біз осы мәселелерді қазақ мұнай-газдың мойнына асып қойғанымызда бюджеттен азырақ беріп жатырмыз. Сондықтан жаңағы кей уақыттарда сөздер шығады, ой, бюджеттен жәрдем берілмей жатыр деп. Жәрдем беріліп жатыр. Әсіресе, бірақ біз шикізат саласына емес,
өңделген өңдеуші салаға, яғни дайын өнім шығаратын салаға біз көбірек жәрдем береміз. Бұл 2014 жылдағы индустриалды инновациялық жоспарларда міне үшінші 5 жылдық кетіп жатыр. 14-19, 10-14, 14-19, 19-24. Осыларда біз өте үлкен қаржы жіберіп жатырмыз. Кейін біз кәсіпкерлік саласына өте көп ақша бөлеміз. Мәселен, даму, білесіңдер, Қазақстан даму банкі ірі кәсіпорындарды қаржыландырады, даму кіші кәсіпорындарды қаржыландырады, ауыл шаруашылығын қаржыландыру қоры бар. Осылардың барлығы бұл мемлекеттің жәрдемі. UBS қаржы конгломератының сарапшылары 2024-2026 жылдардағы мұнай бағасына қатысты болжамын төмендетті. Сарапшылардың жаңа болжамына сәйкес, Brent маркалы мұнай бағасы бұған дейінгі болжамнан арзандау болады деп жатыр. Қазақстан баяғыдай таза мұнайға сенім арта алмайтын сияқты. Әлде сол қара алтынмен елді байытып жіберуге бола ма? Немесе баяғыдағы баға қайтып орала ма? Енді UBS бұл Швейцарияның арасында қаржылық конгломераты, олар мынандай геосаяси жағдайды, жақын таяу шығыстағы жағдайларды еске алмастан айтылған әңгіме бұл. Мәселен, мынау Ресейдің бүгінгі күндегі санкция астындағы болғаны мұнай бағасының өте төмендеуіне әсер етті. Неге? Себебі батыс елдері Ресейдің мұнайын $60 жоғарыдан шектеп қойды. Сөйтіп, мәселен, Индия, Қытайлар өте арзаныраққа алып, бірақ оны өңдеп, Европаға дайын жанылғы ретінде сатып жатыр. Бұл бір. Екіншісі, бұлар сол Ресейдің жаңағы мұнайының Европа алмағаннан кейін сұраныс азайды. Ал сұраныс азайған кезде әрине мұнайдың бағасы төмендейді. Бірақ ОПЕК деген ұйым бар, ОПЕК плюс дейді. Біз мәселен сол ОПЕКке жаңағы араб мемлекеттері мен Венесуэла сияқты алдынан мұнай өндіретін мемлекеттер кірген болса, ОПЕК плюске Әзербайжан, Қазақстан, Ресей, Норвегиялар қосылған. Осы ОПЕКтің шешімі бойынша мұнай шығаруды шектелген. Сондықтан біз мұнайды осы біз енді инвестициялық жоба бойынша көбейту әрекет жасаймыз ғой, бірақ жаңағы ОПЕКтің шешімі бойынша шектеп отырамыз. Сондықтан мұнайдың бағасы бүгінгі күндегі мынау таяу шығыстағы шиеленіс, Израиль мен Иранның арасындағы шиеленістен кейін мұнайдың бағасы бүгінгі күнде міне $74 баррелінде тұр. Әрине кезінде $90 шыққан еді баррелі. Енді мынау UBS-тің болжауы сәл алдырақ шыққан, қазіргі болжамдарға қарағанда қайтаға мұнайдың бағасы сәл көтерілуі мүмкін. Бірақ бұл мынау Ресейдегі арзан мұнай сәл ұстап тұрады. Осы мәселеде біз мына Европадағы өзіміздің тұтынушыларды, яғни Германия, Италия, Франция, Нидерланд сияқты мемлекеттер бізде мұнай өндіреді. Оларға біз сол жаңағы брендтің жақсы бағасында сатамыз. Сондықтан Қазақстанда мұнай бағасынан мен бағана тәуелділікті айттым, қанша пайыз екенін. Әрине біз жақын арада мұнайдың өте құлдырап кететініне көзімдай негіз жоқ деп есептейміз. Сондықтан ойлаймын, біз жаңағы экономикамызды әртараптандыруда әлі де болса мұнай газ саласының үлесі көп болады. Осы жерде бір нәрсені айтуым керек. Біз 2017 жылы экспоны өткіздік. Сол кезде айттық, біз енді энергетикалық өте күшті мемлекетпіз. Бізде мұнай көп, газ көп, көмір көп. Бірақ енді мынау Киото және Париж конференцияларынан кейін экологиялық талаптарға сай біз 2050-ші, бірақ біз енді 2060 жылға дедік, көміртектік бейтараптыққа жетуіміз керек. Осы мәселе не дейді? Бір-біріне қарама-қарсы. Біз бұны дамытуымыз керек па, жоқ әлде шектеуіміз керек па? Мен ойлаймын, бір 2040 жылға дейін бұл нәрселерде көбірек біз үлес қосамыз. 2040-2060-ға дейін осы көміртекті жанылғыларды азайту мәселесін шешеміз. Баға анау айтқандай төмен түспейді.
Тағы бір мәлімет бар. Қазақстан 2027 жылға қарай мұнай өндіру көлемін жылына 105 миллион тоннаға дейін жеткізбек. Ал газ өндіру деңгейін 82,1 миллиард текше метрге дейін арттыру көзделуде. Үкімет мұнай газ және мұнай газ химия жобаларын дамытудың 2023-27 жылдарға арналған кешенді жоспарын бекіткен еді. Жоспарды бекіттік, орындалмауы әлемдік геосаяси жағдайларға қатысты болуы мүмкін бе? Сіздің ойыңыз қандай? Әрине. Өте дұрыс. Енді бұл анау біздің жаңа 2050 жылға дейін ұзақ қой, әлі оға дейін бір 20-25 жыл өмір сүруіміз керек. Сол жылдарда біз мұнай газға өте үлкен күш саламыз, одан табыс табамыз, сол жаңағы әртараптандыру мәселесін шешеміз. Ал енді жаңағы 105 миллион тонна мұнай, 80 миллиард куб метр газ шығару деген, әрине ондай жобаларымыз бар. Енді оны мүмкін ол кейінгі кездерде химия өнеркәсібі үшін шикізат болатын шығар. Ал егерде біз содан жаңағы водород дейді ғой, сутегі жанылғысын істеп шығару мәселесін қолға алуымыз керек. Европалық инвестициялық компаниялар осыған өте көп көңіл бөліп жатыр. Яғни Европа бүгінгі күндегі жаңағы дизель, бензиннің орнына водород жақпақшы. Қайдан алады олар? Олар бізден алмақшы. Сондықтан біз сол жаңағы экологиялық талаптарды орындай отырып, осы жаңағы Европаны жанылғымен, водородпен қамтамасыз ететін мемлекетке айналсақ, мәре біздікі болады. Әрине өте күрделі мәселе. Мынау 105 миллионға шығаратын болсақ, біз жаңағы ОПЕКпен бұл нәрсені келісуіміз керек, айтуымыз керек. Бізде өте көп инвестиция салынған. Мәселен, Қашаған сияқты теңіз жақында жаңа көп инвестиция салады. Олар европалық компаниялар. Олар мәселен жаңағы ОПЕКтің шектеуіне қарсы болуы мүмкін. Олар бізбен келіседі. Сол шектеу мәселесін біз қазақ мұнай газының көлемін азайтумен шешеміз. Ал жаңағы шетел компанияларына мүмкіндік береміз көбірек жұмыс істеуге. Себебі олардың инвестициясы. Мен ойлаймын, сондықтан біз мынау 20-25% мұнайды өзіміз өндіріп, өзімізде де қазір мүмкіндіктер бар. Солман жаңағы ОПЕК-тің талаптарын орындаймыз. Ал шетелдік инвесторлар өзінің табысын табу үшін, бізге де өте көп салық төлеу үшін жұмыс істейді. Тағы бір өзіңіздің зерттеуіңізде мынау жаңа өзендегі әлеуметтік жағдайларға байланысты тоқталасыз, яғни жұмысы күші, онда 500 мыңдай адамның жұмысқа орналасу үшін мұнай газ компанияларында кезекте тұрғаны туралы айтылады. Бұл қазір мәселе қалай шешімін тапты немесе шешіліп жатыр ма? Енді жаңа өзен мәселесі өте күрделі. Мен бұл жерде мәселен мына Канаданың тәжірибесін біз қолдануымыз керек деп ойлаймын. Неге? Себебі жаңа өзенде өмір сүру жағдайы өте қиын. Су жоқ, өсімдік жоқ, нәрселердің барлығы қымбат, тамақ мәселесі, мал бағу өте қиын. Сондықтан ол жерде жаңағы вақталық жүйемен жұмыс істеу керек. Канадада сондай, әлгі суық жердегі халқы жоқты, оған жаңағы вақтаны методпен барады да 15 күн жұмыс істеп, 15 күн демалады. Меніңше Маңғыстау өңірінде ежелден тұрып келген халық тұрысында, ал мына Өзбекстаннан көшіп баратын халық, басқа жерлерден келетін халықтарды біз солтүстік өңірлерге көбірек инвестициялық жобаларды тартып, халықты сол жаққа көшіруіміз керек. Ал жаңа өзенді бұлай халық барғаннан кейін соның мәселесін шеше береміз деп тыраштанудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Әрине халық бұны түсіну керек. Біз түсінеміз, рас, сол жаңа өзенде, жаңағы Құлсарыда, Атырауда айлық жоғары, бірақ бұл ұзаққа бармайды. Себебі ол жердегі климаттың жағдайы, ол жердегі судың жағдайы өте күрделі. Сондықтан бір қандай да бір экономикалық шектеулер қойып, адамдар санын көбейтпестен, ол жерде тек қана сол қызмет ететін адамдарды ғана қалдырып, қалғандарын мынау Қостанай, Солтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстанға көшіруге ынталандыру керек. Мәселен, сөйтіп шешу керек. Оны сол бұдан ары шиеленістіре берудің қажеті жоқ. Енді Қазақстанды Amnesty International деген жаңағы жемқорлықты тексеретін кейін рейтинг қоятын нелі бар ғой, ұйым бар.
халықаралық. Сол бізді бекерге 93-ші орынға қойып жатқан жоқ. Егерде ол жерде сол жемқорлық болмастан, сол жұмысқа орналасуға ақша бермейтін болса, оңтүстік өңірлерде жай бюджеттік жұмыстарға да, жаңағы оқытушы, дәрігерлікке де ақша берілмейтін болса, біз жаңағы 93-ші емес, бір 30-ші орындарға түсіп кетер едік. Коррупциясы аз деп. Өкінішті әрине, бірақ жемқорлығымыз енді бізден ежелден келе жатқан нәрсе. Бұған қарсы күресудің жолдары белгілі. Бұл тек қана тезірек жекешелендіру мәселесі, мына квазимемлекеттік кәсіпорындарды азайту мәселесі, сол жаңағы мынау денсаулық сақтау саласында, білім саласында көбірек мына жекешелендірілген жолға өтетін болсақ, ол жерде жаңағы нарықтық жүйеге өтетін болсақ, әрине жемқорлық азаяды. Сондықтан мен оған таңданбаймын, өзім оңтүстік өңірдің тумасы болғаннан кейін бұдан хабарым жоқ екен, мен білмеймін. Жаңағы біздің құқық қорғау органдары сияқты күнде көріп жүрген жаңағы ОПГ-ні, ой, бізде ондай тіркеуге алынбаған деп айту үшін, оның мүшелері болса, солай айтады. Мен мәселе өзім сол жерде бір оңтүстікте пара алатын адам болсам, айтарым, ой, бізде ешқандай пара алу жоқ деп. Енді қараңыздар, бұл көміртек бүгінгі күнде жанылғы ретінде пайдаланып жатыр. Бұны менің есімде бар, 80-90-шы жылдарда өте бір үлкен жаңағы миллиардер айтқан еді. Бұл дегені қолыңдағы долларды әшейін отқа жағып жатқандай деген еді. Яғни біз мынау жанылғы мәселесінде, жылыну мәселесінде бұны басқа көздеріне өтіп, ал бұл жаңағы жер асты байлықтарымыз, мұнай, газ, көмірді химиялық өнеркәсіптің шикізатына айналдыруымыз керек. Сөйтіп ол мәселен, егерде оны жаға берсек, жаңағы 50 жыл, 70 жылда жететін болса, ал егерде химиялық өнеркәсіпке ол мүмкін 100 жыл, 150 жыл, 200 жылға жететін болатын шығар. Мен ойлаймын, соған өтеміз. Себебі мынау 2050 жылға дейінгі жаңағы мен айтқан Париж конференциясының Дубайдағы шешімдерге шығатын болсақ, біз егерде соған өтпесек, көміртекті бейтараптыққа, біз 2 есе тариф төлейміз. Ол өзіндік құнымен төлейміз. Және шетелдегі басқа елдер сол жаңағы көміртекті бейтараптыққа өткен мемлекеттерге, яғни альтернативті жанылғыға өткендерге, күнге, сәулеге, соларға да ақы төлейміз. Себебі ол қымбатырақ. Сондықтан бізді бұны азырақ істетуге өтеміз. Әрине бұл жаңағы 2040 жылдардан кейінгі әңгіме. Оға дейін біз тезірек осы көбірек мұнай шығарып, бағасы қымбат кезінде сатып, алып, жаңағы түскен ақшаға басқа өңдеуші өнеркәсіпті дамытуымыз керек. Мәселе осыда болып тұр. Себебі мына тарихта бұндай нәрсе көп болған. Мәселен, кезінде алюминий шыққан кезде алюминий өте қымбат, өте бір осы жаңағы қымбат металл деп есептелінген еді. Кейін оны глиноземнен, яғни жай ғана сондай шығару жолын тапқаннан кейін ол өте арзан металл болып қалды. Сондай жағдайға бармау үшін біз ойлаймын, мен жер асты байлықтарымызды әлі көп пайдаланамыз. Металдарымыз да көп, Аллаға шүкір. Сұхбатыңызға көп рахмет. Саламат болыңдар, істеріңе береке берсін. Құрметті Ел дауысы арнасының көрермендері, бізді қолдап, лайк басып, комментарий жазуды және тіркелуді ұмытпаңыздар. Амандықпен жүздескенше.